Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Каримова Айжан, және де мен Алматы қаласындағы Назарбаев интеллектуал мектебінің 9-шы сынып оқушысы болып табамын. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы Мұхтар Шахановтың поэзиясының идеялық көркемдігі жүйесін талдау және де ондағы автордың идеясы мен көркемдік құралдардың ерекшелігін жіктеу болып табылады. Мұхаммед Қонаевтың айтуы бойынша, Мұхтар Шахановтың ақындығын азаматтығы, азаматтығын ақындығы көтерген, елдің сөзін сөйлеп, жоғын жоқтаған. Менің жобамда мен ең алдымен осы басты деп табылатын 4 аспектке бөліп жіктейтін боламын. Ең алдымен бұл махаббат, кейін ұлттық болмыс, тұлға болу және де рухани байлық тақырыптары болып табылады. Ең алдымен Мұхтар Шахановтың осы махаббатқа қатысты, махаббат ұғымына қатысты өзінің пікіріне шолу жасап кететін болсақ, оның ойынша махаббат дегеніміз бұл ешбір меселермен өлшенбейтін, екінің біріне қона бермейтін ең асыл сезім, және де ол миллиондардың арманының алаңы болып табылады. Осы махаббатқа қатысты көптеген өлең жырлары бар, және де бұл жерде де бізде метафора, эпитет, анафора, эпитет қолданысы кеңінен көрсетіледі. Мысалы, бірінші шумақта сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не деген секілді риторикалық сұрақ қою арқылы оқырманға осы сұрақты өзіне қою арқылы махаббаттың шын мәнісі неде екені туралы терең ойға батыруға бағытталған жұмыс болып табылады. Және де бұл жерде метафоралар, мысалы, эпитеттер, мұңсыз төзімді, шолақ құлба сезімді, анафоралар, 51 жыл деген секілді анафоралардың қолдану арқылы бұл жерде кейбір сөздерге аса назар аударту арқылы негізгі махаббаттың ұғымын жеткізгісі келетіндігі. Екіншісі, ұлттық болмыс тақырыбындағы жырлар идеясы. Негізінен тілге тағзым ету, ана тілді құрметтеу, туған жер мен елді сүю болып табылады. Және де осы мақсатқа жету барысында бізде автор көбінесе метафораларды, символ сөздерді және де риторикалық сұрақтарды қолданады. Мысалы, тіл рухи күре тамыр, немесе тіл ұлы ана деген секілді метафораларды қолдану арқылы бізге тілдің жай ғана біздің күнделікті сөйлеп жүрген сөйлеу құралымыз ғана емес, оның астарында осы ұлттың негізгі тамыры болып табылатын, және де оны біздің өміріміздегі ең бағалы жандардың бірі анамызға теңеу арқылы тілдің осыншалықты бізге әр адамға маңызы бар екенін түсіндіру үшін қолданылған. Келесі бізде тұлға болу тақырыбы. Бұл жерде үлкен және ғаламда деген сөздерге аса бір назар аудару мақсатында қолданылған, және де соңғы шумақта көріп отырғандарыңыздай антитезаның қолданылуын көре аламыз. Яғни шошып мәз мейрам күрсінумен өтермін, бірін үшін сүйсінумен өтермін. Бұл жерде қарама-қайшылықтарды қою арқылы автор негізгі ойын, яғни тұлғалық даму барысында, сатысында кез келген адамға қажет ең басты қасиеттерді сипаттау болып табылады. Келесі бізде рухани байлық тақырыбындағы жырлар, яғни бұл жерде рухани байлығы жоқ, яғни білімі болса да рухани байлығы жоқ адамды жарты адамға теңеуін мен ерекше деп табамын. Жарты бастық, жарты ұстаздар, жарты қыздар және жарты ұлдар деген сипаттаманы беру арқылы бізге білім мен рухани байлықты жоғары қойып тұрғандығын аса бағалаймын. Ең алдымен Мұхтар Шаханов өзінің поэзиясында өмірден өмірге қағидасын ұстанады. Яғни өмірдегі өзекті тың тақырыптарды көтерген өзінің сара жолымен ой өлеңдері бар, ойшыл ақын болып табылады. Оның жеке ұстанымдарын және де айтып өткенім бойынша өнерден өмірге қағидасын ұстанатын кейбір тұстарын біз оның поэзиясынан анық көре аламыз. Авторлық идеясы мен позицияны танытудағы көркемдік тәсілдерді шебер қолдануы және де мазмұн, форма, тақырып, идея бірлігі жандасқан өзіндік өнеге қалыптасқан азаматтық әрі парасаттылық сарының болуы Мұхтар Шахановтың тұлғасының ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.